Бұл баланы әкесі кім екенін білген күні бүкіл ауыл дүр сілкінді. Менің атым Мөлдір. Бүгін мен сіздерге өз өмірімдегі ауыр оқиғаны айтып бергім келді. Бұл әңгімені көп жыл бойы ішімде сақтадым. Өйткені кейбір шындықты айту үшін батылдық емес, жүрек керек екен. Мен ол кезде 27 жаста едім. Ермек екеуміздің шаңырақ көтергенімізге 3 жыл болған. Біздің үлкеніміз, арманымыз балалы болу еді. Ермек екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көретінбіз. Бірақ оның жұмысы тұрақсыз болғандықтан көп уақытын сыртта өткізетін. Кейде 10 күн, кейде 20 күн үйге келмейтін. Ал мен оның ата-анасымен бірге тұратынмын. Қайненем Күләш апа жаман адам емес еді, бірақ мінезі қаталдау болатын. Ал қайнатам Сапар аға ауылда сыйлы кісі еді. Жұрт оны еңбекқор, ақылды, отбасын жақсы көретін адам деп білетін. Мен де алғашқы кезде оны сондай адам деп қабылдадым. Бірақ уақыт өте келе оның маған деген көзқарасынан өзімді жайсыз сезіне бастадым. Оны ешкімге айта алмадым. Мүмкін мен артық ойлап жүрген шығармын деп өзімді жұбататынмын. Бір күні Ермек тағы да жұмысқа кететін болды. Кетеріне маңдайымнан сүйіп, өзіңді күт, жақында қайтамын деді. Мен күлімдеп шығарып салдым. Сол күні кешке енем туысының үйіне қонаққа кетті. Үйде мен, қайнатам және кішкентай ғана тыныштық қалды. Сол күннен кейін менің өмірім түбегейлі өзгерді. Болған жағдайды егжей-тегжейлі айтқым келмейді. Бірақ сол күннен кейін мен өзімді бұрынғы Мөлдір сезінбедім. Мен бірнеше күн бойы ешкіммен сөйлеспедім. Ермек телефон соқса да, оның даусын естіген сайын көзіме жас келетін. Оған бәрін айтқым келді, бірақ қорықтым. Айтсам, отбасым бұзылады. Ермек маған сенбейді. Ауылдың бәрі мені кінәлайды. Осы ойлар мені үнсіз қалдырды. Арада бір ай уақыт өтті. Бір күні таңертең жүрегім айнып, басым айналды. Алғашында ауру болып қалдым деп ойладым. Бірақ бірнеше күннен кейін күмәнім күшейді. Дәріханадан тест сатып алдым. Бөлмеге кіріп нәтижесін күттім. 2 сызық. Мен ұзақ уақыт үнсіз отырып қалдым. Жоқ, көзімнен жас ақты. Мен жүкті едім. Бірақ бұл жаңалық мен үшін қуаныш емес, қорқыныш болды. Өйткені баланың әкесі кім екенін өзім білетінмін. Сол сәтте өмірімнің екіге бөлінгенін сезіндім. Бір жағында Ермек, екінші жағында ешкімге айта алмайтын сұмдық шындық. Бірақ үйге келген күні мен оған жүктілігімді айттым. Ол бастапқыда үнсіз қалды. Сосын жүзіне үлкен қуаныш пайда болды. Мөлдір шынымен бе? Мен басымды изедім. Ол мені құшақтады. Мен әке боламын. Мен оның құшағында тұрып жыладым. Ол менің қуаныштан жылап тұрғанымды ойлады. Ал шын мәнінде мен оның алдында тұрып өмірімдегі ең үлкен шындықты жасырып тұрған едім. Жүктілігім ұлғайған сайын үйдегілердің қуанышы арта түсті. Күләш апа немересіне киім жинай бастады. Ұл болса да, қыз болса да аман болсын дейтін. Ал қайнатам маған қараған сайын мен көзімді тайдырып әкететінмін. Бір күні енем менің бөлмеме кірді. Мөлдір, сен соңғы кездері неге өзгеріп кеттің? Қалай, көңілің жоқ, бір нәрсеге алаңдап жүргендейсің. Мен үндемедім. Ермекпен араларында бірдеңе болды ма? Мен жүрегім дүрсілдеп кетті. Сол сәтте бәрін айтып салғым келді, бірақ сөз шықпады. Жоқ апа, бәрі жақсы. Күләш апа маған ұзақ қарады. Қызым, әйелдің жүрегі алдамайды. Егер бір нәрсе болса, маған айт. Мен тағы үндемедім. Ол шығып кеткеннен кейін жылап жібердім. Бірнеше айдан соң балаға дүние келді. Ұл болды. Ермек баласын қолына алып көзінен жас шығарды. Міне менің балам. Оның сол сөзін естігенде жүрегім ауырды. Мен балама қарап, сен еш нәрсеге кінәлі емессің деп іштей қайталай бердім. Балаға ат қою мәселесі көтерілді. Сапар аға, қайнатам, атасы қоятын атты мен бұрыннан ойлап жүрген едім. Мен оның бұл сөзіне бірден қарсы болдым. Жоқ, үйдің іші тып-тыныш болып қалды. Ермек маған таңырқай қарады. Неге? Мен жауап бере алмадым. Күләш апа маған күдіктеніп қарады.
Қайнатам үнсіз қалды. Сол күннен бастап енем маған деген көзқарасы өзгерді. Ол бір нәрсені сезгендей еді. Бір күні Ермек жұмыстан ерте келді. Үйге кіргенде әкесі мен анасының қатты сөйлесіп жатқанын естіді. «Сен менен нені жасырып жүрсің?» деді енем. «Ештеңе, онда неге мөлдір сенен қорқады?» Үйдің ішінде тыныштық орнады. Ермек есік алдында тұрып қалды. «Апа, не болды?» Енем бірден үндемей қалды. Қайнатам төмен қарады. «Ермек, әке неге үндемейсіз?» Қайнатам жауап бермеді. Сол сәтте Ермектің көзі маған түсті. Мен жылап тұр едім. «Мөлдір, не болды?» Мен: «Ермек!» Даусым шықпай қалды. «Айт!» Мен көзімді жұмдым. Балама не болды?» Мен ұзақ үнсіздіктен кейін: «Бұл баланың әкесі сен емес» дедім. Үйдің іші тып-тыныш болып қалды. Ермек менің сөзімді түсінбей тұрғандай маған қарады. «Не дедің?» Мен жауап бере алмадым. Ол әкесіне қарады. Қайнатам көзін төмен түсірді. Сол сәтте бәрі түсінікті болды. Ермек бірнеше секунд бойы қозғалмай тұрды. Сосын: «Әке, бұл рас па?» Қайнатам жауап бермеді. «Ермек, мен сенен сұрап тұрмын». Қайнатам басын көтере алмады. Оның үнсіздігі жауаптың өзі еді. Енем сол жерде отырып қалды. «Мен сендерге қанша жыл сендім?» Оның даусы дірілдеп кетті. «Сен менің күйеуім ғана емес, балаларымның әкесі едің». Ол қайнағама қарап: «Қалай ғана?» деп сыбырлады. Қайнатам жауап бере алмады. Ал Ермек әкесіне жақындап: «Мен сізді әкем деп сыйладым». Осы сөзден кейін ол үйден шығып кетті. Сол күннен кейін ауылдың тыныштығы бұзылды. Біреу бірдеңе естіпті. Екіншісі басқа әңгіме қосты. Үшіншісі шындықты білмей тұрып мені кінәлады. Менің төркініме дейін сөз жетті. Анам келгенде мен оның алдында басымды иіп отырдым. «Қызым, не болды?» Мен: «Апа, мен қателестім» дедім. Анам: «Сенің қателігің қандай болса да алдымен амандығың керек». Мен сол сөзге жылап жібердім. Өйткені сол уақытқа дейін мені ешкім бірінші рет адам ретінде түсінуге тырысқандай сезіндім. Бірақ оқиғаның ең үлкен құпиясы әлі ашылған жоқ еді. Бір күні енем мені оңаша шақырды. «Мөлдір, мен саған бір нәрсе айтуым керек». Мен үндемедім. Ол қолына ескі конверт ұстап отыр екен. Мұны мен көп жыл бұрын тауып алғанмын. Конверттің ішінде ескі медициналық құжаттар бар еді. Енем Ермек дүниеге келгеннен кейін қайнатам екеуміз үлкен қиындықты бастан өткердік. Дәрігерлер оның әке болу мүмкіндігі төмен екенін айтқан. Менің жүрегім тоқтап қалғандай болды. «Не?» «Я, бірақ мен бұл туралы ешкімге айтпадым». Ол көз жасын сүртті. «Мен атаңның саған жасағанын ешқашан ақтамаймын. Бірақ осы құжатты көргеннен кейін бір нәрсе мені мазалай бастады. Мен оның не айтқысы келгенін түсінбедім. Мүмкін Ермек те». Ол сөзін аяқтамады, бірақ менің ішіме күдік кірді. Бірнеше күннен кейін Ермек әкелігін анықтау үшін ДНК сараптамасын жасатуға шешім қабылдады. Нәтижені күту үшін мәңгілік сияқты көрінді. Ақыры конверт келді. Ермек оны қолына ұстап ұзақ отырды. Мен қасында тұрдым. Ол конвертті ашты. Бірнеше секундтан кейін оның жүзі өзгерді. «Мөлдір, не болды?» Ол қағазды маған ұсынды. Мен нәтижеге қарадым. Сараптама Ермектің баланың биологиялық әкесі екенін жоққа шығармады. Бірақ бұл жерде тағы бір маңызды нәрсе бар еді. Қайны атаның баланың әкесі екені расталмады. Мен аң-таң болдым. Бірақ онда Ермек маған қарады. «Біз бәрін қате түсінген шығармыз». Кейін белгілі болғандай, жүктіліктің уақыты дәрігерлердің алғашқы есебімен сәйкес келмеген. Мен сол кезде қатты күйзелістен күндерді шатастырып жүрген едім. Ал қайнатам менің үнсіздігімді өзіне қатысты құпия ретінде қабылдаған. Шындықты барлық жағы біз ойлағандай болмаған, бірақ бұл жағдайдың өзі отбасыға орны толмас жара салды. Сапар аға қайнатам өз әрекетімен Мөлдірді қорқынышта қалдырған еді. Ал Ермек әкесіне деген сенімін жоғалтты. Енем болса күйеуінің көптеген жылдар бойы жасырған сырларынан кейін онымен бірге қалудың қалмаудың арасында қалды.
Арада бірнеше жыл өтті. Мен ермекпен бірге бөлек үйге шықтым. Баламыз өсіп келе жатты. Біз өткенді ұмытуға тырыстық, бірақ кейбір шаруалар бір күнде жазылмайды. Бір күні ермек маған: "Мөлдір, мен сені кінәламаймын, бірақ сол кезде неге жалғыз қалдың?" Мен жылап: "Мен сенен айырылып қалудан қорықтым." Ал қазір ше? Мен баламызға қарап: "Қазір мен ең алдымен оның бақытты болғанын қалаймын." Ермек үндемей басын изеді. Сол күні біз алғаш рет өткенді емес, болашақты сөйлестік. Ал қайнатам, ол бізден кешірім сұрауға бірнеше рет келді, бірақ кешірім сұрау болған нәрсені өшірмейді. Енем де бөлек өмір сүре бастады. Ол кейде адам 30 жыл бірге тұрған адамны толық танымауы мүмкін екен деді. Жылдар өткен соң баламыз мектепке барды. Ол бір күні менен: "Анашым, мен кішкентай кезімде неге әжемнің үйіне бармайтынмын?" деп сұрады. Мен оның басын сипап: "Кейбір отбасыларда қиын кезеңдер болады, бірақ сен еш нәрсеге кінәлі емессің. Мен сізді жақсы көремін" деді. Мен оны құшақтадым. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Баланың тағдырын ересектердің қателігі анықтамауы керек. Ол өзінің өмірін өзі құруға құқылы. Ал біз ересектер өткеннің ауырлығын балаларымыздың иығына артып кетпеуге тиіспіз. Мен бұл оқиғаны көп жыл бойы құпия ұстадым, бірақ бүгін айтып отырған себебім біреуді қаралау емес, бір нәрсені жеткізгім келеді. Отбасындағы ең үлкен қателік қиындықтың болуы емес, ең үлкен қателік сол қиындықтың үнсіздікпен, қорқынышпен және өтірікпен одан сайын үлкейту. Кейде шындық ауыр болады, бірақ шындық айтылғаннан кейін ғана адам өз өмірін қайта бастайды. Ал менің өмірімдегі ең үлкен сабақ мынау болды. Бала үлкендердің қателігінен жазасы емес, ол өз алдына бөлек тағдыр. Мен балама қарап отырып бір күні бір ғана тілек айтамын. Сен біздің өткеніміздің емес, өз болашағыңды таңдашы. Өйткені өткенді өзгерте алмаймыз, бірақ ертеңді өзгертуге әлі де мүмкіндік бар.